Енді қараңыз, біз айтамыз ғой ниет ету деп. Ниет ету дегеніміз не ол? Ниет ету деген оразаны. Біз көбісі былай ойлайды, ниет ету деген уақытта көбісі былай ойлайды, ауызбен айту керек деп ше. Жоқ. Ауызбен айту емес. Ниет ету, оразаны ниет ету дегеннің мағынасы, сіз қазір жүрегіңізбен қай оразаны ұстаймын деп ниет еттіңіз, немесе біліп тұрсыз қай ораза ұстайтыныңыз, осы ниетіңіз сіздің. Сондықтан ғалымдарымыз былай деп айтқан, ән я'лама би қалбихи, жүрегімен біліп тұру дейді. Әйя саумен ясуму, қай оразаны ұстайын деп тұр. Осы нәрсені біліп тұруыңыз, қай оразаны ұстайын деп тұруыңыз, сол сіздің ниетіңіз. Оны тілмен айтпасаңыз да. Кейін бар, мынандай бір мәселе бар, жиі қойылатын. Осы Рамазан айы басталған уақытта бір айдікін бірақ ниет етесіз бола ма деген секілді. Жоқ, бізде бір айдікін бірақ ниет етуге болмайды. Бізде әрбір күні ниет ету керексіз. Ол басқа мазхабтарда бар, я мысалға Мәлики мазхабында бар, бір айға ниет ету керек. Бірақ бізде дұрыс емес. Неге дұрыс емес сұрақ? Неге дұрыс емес? Себебі қараңыз, сіз ораза ұстайсыз. Кейін бір ауыз ашасыз ғой, оразаны тоқтаттыңыз. Түн ораза ұстайтын уақыт емес. Сондықтан бірінші күн мен екінші күннің арасында бөгет бар, ораза ұстауға жарамсыз. Сондықтан сізге қайта ниет ету керек. Әрбір күнге ниет етесіз. Түнінде ниет етіп қоясыз да, ертең ораза ұстаймын деген секілді. Сіз бірақ түннен ниет еткеніңіз абзалырақ. Таң намазына дейін, немесе таң намазы кіріп жатқан уақытта ниет еткеніңіз жақсы. Ал егер сіз ұйықтап қалған болсаңыз, онда күндіздің қақ ортасына дейін ниет ете аласыз. Қазір оны баяндаймыз. Күндіздің қақ ортасы деп қай уақытта айтамыз нақты? Соны айтып жатыр. Фаяджузу соумуху бинияти минал лейл. Түннен бастап ниет еткеніңіз дұрыс болып есептеледі деп отыр. Бұндай ораза дұрыс болғанда солай істеген абзал. Ал егер фаиллам януи, түнде ниет етпесеңіз, сөйтіп таң намазы кіріп кетсе, мысалға қараңыз, біз қазір Рамазан айындамыз да. Сөйтіп сіз түнде ұйықтадыңыз. Көзіңізді ашып қалсаңыз, таң намазы кіріп қойған. Сіз не істейсіз? Ниет етіп араты оразаны жалғастыра бересіз. Ешнәрсе ішіп жемейсіз, оразаны жалғастырып кетесіз. Ниет етіп жалғастырып кете бересіз. Соны айтып жатыр. Фаиллам януи хатта асбаха аджзаатху ан-нияту. Қай уақытқа дейін ниет етесіз? Таң намазы кіргеннен бастап, ва байна зауал, күндіздің қақ ортасына дейін. Күндіздің қақ ортасы дегеніміз, бағанан бері айтып жатырмыз, күндіздің қақ ортасы. Біз айттық, шариғи күн деп, қараңыз, бізде шариғи күн бар, сосын шариғи түн бар. Ол мына астрономиялық түннен бөлек ол. Бізде мысалы әдетте түн деп 12-ден кейінгі түн деп айтады. Таң деп күн шықса айтады, таң деп. Шариғи таң, шариғи күндіз ол бөлек. Шариғи күндіз таң намазы кіргеннен бастап күн батқанға дейін бұл шариғи күндіз болып есептеледі. Шам намазы кіргеннен бастап таң намазы кіргенге дейін бұны түн деп, шариғи түн деп айтамыз. Соны айтып, енді қараңыз. Осы шариғи түндің қақ ортасын есептейсіз. Таң намазы қаншада кіреді? Шам намазы қанша кіреді? Соның қақ ортасы сағат қанша? Сол уақытқа дейін ниет ету керексіз. Түсіндіңіз ба? Яғни сонда бұл уақытты белгіленген оразаны күндіздің қақ ортасына дейін ниет ете бересіз. Мысалы қалай ол? Мысалға былай есептейік. Мен сіздерге қазір бұны түсінікті болу үшін айтам. Таң намазы 6-да кіреді. Шам намазы 7-де ма бізде қазір? Немесе 7 деп айтайық. Сонда бізде күндіз қанша сағат болды? 13 сағат болды ма? 13 сағат болды ғой. Енді 2-ке бөліңіз. 6,5 сағат па? 6,5 сағат. Сонда 12,5-ға дейін ниет етесіз. Зауал қай уақытта болды? 1,5-да кіреді, 5. Ол уақытта ниет етуге болмайды. Мына шариғи күндіздің қақ ортасына дейін, сол 12,5-ға дейін ниет етесіз. Енді сіз өзіңіз қазір үйге барасыз да, есептейсіз қазір нақты. Минутмен есептеп шығарып алсаңыз болады. Таң намазы нақты қай кезде кіреді, шам намазы нақты қай кезде кіреді, сөйтіп дәл қақ ортасын белгілесеңіз болады. Жақсы ма? Сөйтіп өзіңіз есептеп ары қарай шығара бересіз. Енді қараңыз, біз айттық қой қазір ғана. Сол уақытқа дейін ниет ете берсеңіз болады деп. Бұл егер сіз еш нәрсені ішіп жемесеңіз әлі. Мысалы бір жағдайлар болуы мүмкін, ұйықтап қалды, қараса күн шақырайып кеткен. Бірақ таң намазынан бері еш нәрсе жемесе, ниет етіп жалғастыра береді. Бұндай оразаларды.